Сәлем, қалайсыздар, достар? Біздің алдыңғы сабақтарымыз керемет сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Енді бүгін бізде келесі осы бүгін болып жатқан сабақта if else-ын өтетін боламыз, және де swapты қалай питонда өте оңай жолмен істеуге болады, және stringтің керемет бір функцияларын өтетін боламыз. Онда кеттік, достар. Каналға тіркеліп қойыңыздар, өйткені бұл жақта өте керемет сабақтар болады. Тегін береміз сол сабақтарды. Сондықтан каналға тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Оны біз кеттік, сабағымызды бастайық. Біздің алдында тақырыбымыз енді жаңа папка ашайық, жаңа файл ашайық. Ол біздің мысалы екінші сабақ болсын. Мен жалпы бүгін if else туралы айтам дедім. Давайте мына есепті шығарайық. Мысалы, бізге бір сан берілсін, сол жұпсан ба, тақсан ба, соны анықтайтын. Енді бұл жақта мен алдыңғы сабақ айтқан жоқпын, енгізуге болады, санды енгізуге болады. Ол қалай болады? Мысалы, қараңыздар. Input A тең input, мысалы. Бұл кезде көріңіздер, мынандай біз уже компиляция жасаған кезде осындай шығады. Яғни аның мәні өзгерді деген сөз. Мысалы, print A дейік. Аны енгізіп, аны шығарайық. Ал 90 десе, ол 90 деп шығарады. Енді по умолчанию, мынау бізде A классы типі бізде string болып кетеді. Мысалы, біз даже 999 десек те, кешірім сұрайым, type of A. Мысалы, біз 999, мысалы, осындай сан жаздық, сонда да бізде классы string болады. Көріңіздер ғой, str болып тұр. Бұл не дейді? Сонда бұны бірінші біз int'ті кіргізу үшін енгізілген санды осылай кіргізу керекпіз. Енді типі int болады. Енді мен осы жерге жазып қояйын. Осылай санды енгізіңіз. И санды шығарайын. Мысалы, қараңыздар, 90 енгізем, сан 90. Енді мына жерде принтке қорықпаңыздар, мына жерде мына нәрсені береді. Сан, мынандай скобка тұрған жерде точка формат A десеңіздер, яғни мынаның мына жерде A тұрғанын білдіреді. Түсінікті ғой да? Егер мен мына жерде 2 сан жазсам осылай, мен бүйтсем A, және мысалы A көбейтілген 2. Осылай істесем, ол сразу түсінеді. Мысалы, 87 десем, сан 87, ой, неде? Пробел қойын. 87, 87 және 174. Көрдіңіздер? Бірінші аны, сосын нені алады. Бұл да бір керемет нәрсе, принттің. Енді жалпы, енді бір сан енгізілді, я? Сол санды жұп немесе тақ екенін анықтайық. Сонда бұлай жазамыз. If деген, егер деген сөз. If A екіге бөлінетін болса. Мысалы, қараңыздар. 90 десе шығарады. Енді қазір сіздерге бірін айтпаппын, кешірім сұрайын. Мына нәрсені қараңыздар. А бізде мынау мод дегенді білесіздер, мод. Қандай операциялық түрлер бар?
Давайте мен сіздерге оны көрсетіп кетейін. B тең input бір екінші санды енгізіп, қараңыздар. Түрлі операциялық түрлерді көрсетейік. Мысалы, print бөлуді білесіздер, A бөлінген B-ның. Окей. Көбейту білесіздер. Енді бұл жақта бір керемет нәрселер бар. Бүтін бөлігін шығару үшін 2 рет істесеңіз жеткілікті. Ал дәрежені істеу үшін A, B-ның дәрежесі екенін көрсету үшін 2 рет көбейтудің орнына 2 точка қоясыз, былайша айтқанда. Одан кейін жаңағы модты барлықтарыңыз білу керексіздер. Бұл қалдық шығарады. Яғни бұл қалдыққа жауап беретін. Мынау дәреже. Ал мынау не? Бүтін бөлігін шығарады. Яғни бүтін бөлігін ғана шығарып береді. Мысалы, қараңыздар. Мысалы, 9 болсын. И анау 2 болсын. 9-ді 2-ке бөлді 4,5. 9-ды 2-ке бөлді 4. Бүтін бөлігін шығарды. 9-дың квадрат 81 және 9-ды 2-ке бөлгенде қалдық бізде 1 болды. Жалпы осы. Ал енді мен бағанағы if else-ға көшейік. Түсінікті болса. If else-ға көшейік. If егер A mod 2. Яғни жұпсан ба, жұп емес па тексер үшін осылай тексереміз, е? Біздің әрден ау керек емес. Жақша, менде әдет C++ қалған. Бүйтем. Print жұп. Енді else print так. Немесе else енді қараңыздар. If не үшін керек, қараңыздар. Егер A mod 2, яғни A-ны 2-ке бөлгенде қалдық 0-ге тең болса, жұп шығарамыз. Else деген қалған жағдайларда тақ шығарды дейді. Енді бұл жақта керемет нәрсе бар. Мынау нүкте қою керек, қос нүкте. Одан кейін tap, if-тің ішінде орындалатын нәрсе, tap-пен орындалатын. Яғни жерде тұрса, ол просто if-тің ішінде емес дегенсіз. Ал егер бұлай тұрса, if-тің ішінде. Мынау да тура солай. Түсінікті ғой. Сонда бізде жұп тақ екенін шығарып береді. Мысалы, қараңыздар. 90 жұп дейді. Көрдіңіздер ғой. Немесе 67 тақ деп шығарып береді. Бұл if-тің бір керемет нәрсесі. Мысалы, 3 санның 2 санның максимум табайық. Мен оны копировать етіп алайын. If егер A үлкен B-дан болатын болса, жақша керек емес. Print A. Else if деген elif, яғни басқа жағдайдағы егер, түсінесіздер ғой да? B үлкен A-дан болатын болса, print B. Енді қалған жағдайларда не? Else print любой біреуін шығарасау керек. Мысалы A дейсің. Сонда бізде мысалы бірінші сан енгізейін 90. Екінші сан енгізейін мысалы 91. Көрдіңіздер ғой, ең үлкені шығарып берді. Яғни ең үлкені бізде 91 деп шығарып берді. Жалпы бұл if және else if-ның негізгі түсінігі осылай. Қиын емес деп ойлаймын. Енді келесі бізде осындай нәрсе болатын. Мысалы, 2 сан бар, сол 2 санның мәндерін ауыстыру керек. Мысалы, қараңыздар. A деген сан бар, A тең int. Мен өзіміз енгізген сан. B тең int
input. Енді комментарийда сіздерге былай көрсетейін. Мысалы A-ның мәні 5 болса, B-ның мәні 3 болса, шығару керек былай. A-ның мәні 3, B-ның мәні 5. Яғни орындарын ауыстыру керек. Простой алгоритм бар негізі. Ол былай. Простой алгоритм былай. Жаңа T деген енгізесіздер. T тең A. Яғни T-ның мәнін T тең A деген сөз. A-ның мәнін T-ға береміз деген сөз. Сонда T-ның да A-ның да мәні не? Мысалы, егер A-ның мәні 5 болса, 5-ке бердік, сонда T-ның мәні не болды? T тең 5 болды. Енді A-ның мәнін өзгертеміз. A-ның мәні неге тең болады? B-ға тең болады. Яғни A-ның мәнін B-ға береміз. A-ның мәнін B-ға береміз. Сол кезде бізде не болады? A-ның мәні 3 болады. Ал енді B-ның мәнін не істейміз? B-ның мәнін неге өзгертеміз? T-ға. Өйткені T-ның мәнін 5 па? Нүкте түрлер керек емес. Сонда T-ның мәні, B-ның мәні не болады? 5 болады. Енді мен print дейм. A және B дейм. Яғни A-ны және B-ны шығардым. Қараңыздар. 9-0. Ой, кешірімсе. 9, потом 0, 0 және 9 деп шығарды. Яғни A тең бұлай, B тең бұлай. Точка, формат, истер. Осылай сензор жеткілік. Бірінші сан 12 болсын, екінші сан 17 болсын. A тең 17, B тең 12 болып өзгерді. Енді тура осыны Python'да өте бір оңай жол бар. Сіздерге көрсетемін. Енді қазір көріп күлесіздер. Жаңағын Python'да осылай істейді. Көрдіңіздер ме? Бірақ строка. Яғни тура бағанайдай A мен B-ны енгіздік. A және B-ның мәні тең дедік, сәйкесінше B-ға, A, сәйкесінше A-ға. Бірден істеуге болады. 3 санға да, 4 санға да бұны істеуге болады. Өте ыңғайлы. Байқадыңыздар ма? Енді бұның бір математикалық жолы бар. Ол сіздерге үй жұмысы. Яғни ешқандай мынаны екінші жолды қолданбай, бірінші жолды қолданбай, сіздерге таза жаңа айнымалысыз екеуінің мәнін ауыстыру керек. Бұл сіздерге үй жұмысы. Енді келесі өтетін тақырып логикалық амалдар. Қандай логикалық амалдар білесіздер? Ол and и or, and деген және, or деген немесе. Сосын not деген бар. Not деген былайша айтқанда болмайды деген сөз. Яғни керісіншесі. Енді қараңыздар, бұны біз көбінесе if else де қолданамыз. Яғни бізде if бар ғой. Ifте бізде Ifте мұна ерде қолданылатын. Бізде осылай ғой. Осы жерде мен қазір бұлай жақшамен алып қойын. Осы жерде қолданылатын ол условия, шарт. Яғни осы бізге керек нәрселер шарт. Енді мен мысалы сіздерге есеппен көрсетейін, примерда көрсетейін, сол кезде түсінікті болады. Енді қараңыздар. Ол бір сан болсын. A тең 12 болсын. B тең 9 болсын. Сіздерге бұлай көрсетейін.
екі сан болсын. Егер былай болсын. Мысалы, А деген адамның бойы болсын, яғни любой бір адам бойы болсын. Егер ол адамның бойы 165-тен жоғары болатын болса, және 165-тен жоғары болатын болса, және мынау Б деген бізде, Б деген бізде салмағы болсын. Және салмағы 60-тан жоғары болатын болса, дені сау адам. Егер 165-тен төмен болатын болса, және 60-тан жоғары болатын болса, онда 8 адам. Одан кейін үшінші тағы қиындатайық. 165-тен жоғары, бірақ салмағы 60-тан төмен болатын болса, онда арық адам деген сөз. Тура соны кодта жазып шығайық. Яғни А бізде бойы дедік. А бізде 165-тен жоғары болу керек. Және Б неден болу керек? 60-тан болса, не шығару керек? Print. Мен қалысынша былай дені сау десең. Одан кейін егер elif А бізде неден 165-тен жоғары болып, салмағы 60-тан төмен болатын болса, ол не? Print. Ол арық адам, е? Логикалық түрде ойласам, ал арық адам. Elif бойы 165-тен кіші болып, Б-дан 60-тан жоғары болатын болса, мысалы, print 7 адам. Енді ол мүмкін емес қой, 7 ол. Просто есеп үшін ғана. Нерде біз нені қолдандық? End'ті қолдандық. Ал else яғни екеуінен де төмен болатын болса, нормально. Десайға. Қалай болады? Көріп. 165-тен біріншістен 166 болсын. Біз строго үлкен дедік қой. Екіншісі, мысалы, 59 болсын. Төмен болсын. Яғни ол арық деп шығарып береді. Түсінесіздер ғой, да? Неде сол кезде біз end'ті қолданып, тура солай or'та қолдану. Or деген ол не? Немесе. Не мынау, не мынау. Яғни екеу біреусін орындалса болған. Ал нерде end десе екеу де орындалып керек деген сөз. Not десе ол орындалмаған жағдайда, егер ол true болатын болса. Сол жағдайда қолданамыз бұл логикалық амалдарды. Жалпы бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сабақта сіздермен менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңдар.